Сәлем, достар. Мен Алдар көшемін. Сіздер мектепке бара жатқаныңызды естідім. Сондықтан мен сіздің оқуға дайындығыңызды тексеруді шештім. Білімдеріңді тапсырма беру арқылы тексеремін. Ал тапсырманы дұрыс орындасаңдар, сиқырлы сандыққа жетесіңдер. Сиқырлы сандықты қолдарыңызда ұстасаңдар, маған белгі келеді. Сол арқылы мен сіздердің білімді екендеріңді білемін. Ал ендеше, тапсырмаларды орындауға дайынсыңдар ма? Дайын болсаңыздар, бірінші тапсырманы орындауға бастайық. Бірінші тапсырмамызда біздер дидактикалық ойын. Тез ойла. Мен сіздерге бірнеше сұрақ қоям. Соларға сіздер тез шапшаң жауап беруіңіз керексіңдер. Бірінші сұрақ. Әсем дүкеннен 5 шар сатып алды. 3 шарын Әсетке сыйлады. Әсемде қанша шар қалды? Дұрыс, Әсемде 2 шар қалды. Аружанда 2 қуыршағы бар еді. Анасының туған күніне 1 қуыршақты сыйлады. Аружанда қанша қуыршақ қалды? Дұрыс, Аружанда 1 қуыршағы қалды. Келесі сұрақ қояйын сізге. Алинурда 4 көйлегі бар еді. Bir көлігі сынып қалды. Ал Алинурдың неше көлігі қалды? Дұрыс, Алинурдың 3 көлігі қалды. Келесі сұрақ. Айдоста 6 добы болды. 2 добын қарындасына берді. Айдоста қанша доп қалды? Дұрыс, Айдоста 4 доп қалды. Топта 7 кітап болды. Тәрбиеші тағы 2 кітап алып келді. Топта барлығы қанша кітап болды? Дұрыс, топта енді 9 кітап болды. Жарайсыңдар балалар. Сұрақтардың бәріне дұрыс жауап бердіңіздер. Енді екінші тапсырманы орындауға дайынсыңдар ма? Ол үшін 2 топқа бөлінесіңдер. Әр топқа өз тапсырмасы беріледі. Бірінші топқа шетпе деген ойын беріледі, ал екінші топқа қожын деген ойын. Ал енді тапсырмаларды орындауға кірісе беріңдер. Ал енді үшінші тапсырманы орындауға дайынсыңдар ма, балалар? Сіздерге осындай тапсырма. Баяғының көптеген шапандары бар екен. Ал соларды ою арқылы сәйкестендіруіңіз керек. Қаншалықты ою таниды екенсіңдер, білейін. Жарайсыңдар балалар. Тапсырмалардың барлығын дұрыс орындадыңыз деп ойлаймын. Ендеше мен сіздермен қоштасамын. Қош, сау болыңдар балалар. Кездескенше. Ұмытпаңдар, сандықты тапсаңыздар, маған белгі келеді.